Дайындаймыз. Оған бізге 400 грамм ұн керек, 150 грамм жылы су, жылы сүт, 1 ас қасық дрожжи керек, 2 ас қасық қант, 1 шай қасық тұз керек. Бастаймыз. Оған жылы сүтімізді құямыз, жылы суымызды құямыз, дрожжимызды саламыз, қант пен тұзымызды араластырамыз. Осыны араластырамыз. Тұзды иілеп қоса береміз. Иіліп салдық, енді осыны араластырамыз. Жарты сағаттан көбірек жылжиға қойып қойасыздар көтерілгенше. Көтерілді. Қолымызға майымызды жағып, аламыз осылай. Үстіне май жағамыз кішкене. Былай бөле береміз. Енді получается 6-7 шықты. Енді осыны орап былай. Мұнда былай қоя береміз. Қойдым. Енді осыны қазір кішкене көтерілгеннен жаямыз. Арасына 82%-лық сары майды жағамыз. Көтерілді. Енді осыны алып қатайтаймыз. Әрі қалай қатайттадым бәрін. Енді каждыйына май жағам. Майдың проценті пайызы 82% болу керек. Тестамызды жайдық, енді соның әрқайсына май жағамыз осылай. Енді мынаны үстіне саламыз. Және каждый тестаны отдельно қатайттап, каждый слойға май жақтық. Енді үстін осы кішкене воздухын шығарып қатайттап аламыз. Май жағып жатырмын мен. Кесеміз. Листімізға май жақтым. Сіздер ішіне нанның ортасына рогаликтің сгущенка, шоколад, творог өздеріңіз не қалайсыздар, соны салуға болады. Мен қант салып жатырмын. Орай бересіздер.
білесіздер. Істеп қойдық. Сыртына мен жұмыртқаның сарысын жақтым. Енді кішкене көтерілгеннен кейін духовкамызды ертерек кішкене қыздырып 180 градусқа 30 минутқа пісіріп аламыз. Көтерілді, енді духовкаға 180 градусқа 20-25 минут пісіріп аламыз. Маргареттің үстіне сахарный пудра сепіп қойғыңызға болады, или қанттан сироп жасауға болады, су араластырып жағасыздар үстіне. Дайын болды, ыстық. Міне рогаликтің іші міне осындай болды. Астарыңыз дәмді болсын, менің артама келіп мені қолдап кетіңіздер.